Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін осындай алма қосылған печенье дайындайтын боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, тез жасалады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді бірінші болып көресіздер. Келесі видеомда загадка салатын ұсынатын боламын. Міндетті түрде көріп жасасаңыздар болады, тез жасалады. Ең алдымен бізге начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге алма, жаңғақ және қант керек болады. Ең алдымен алмамызды осылай қабығын ашып аламыз. Ашып болған соң барлығын терканың көмегімен майдалайтын боламыз. Жаңғағымызды алдын ала блендерден майдалап аламыз. Енді барлығын дайындап алған соң қуыратын боламыз. Сковородкамызға осындай алмамызды салып, құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қуырылып жатқан кезінде өзінің су шығатын болады. Сол суы тартылғанша қуыратын боламыз. Кем дегенде 5 минут болады. Міне уже суы шығып, осының тартылғанын күтеміз. Енді үстіне жаңғағымызды салып, тағы жақсылап араластырып қуырамыз. Мінекей уже бізде дайын болды. Суы тартылып, енді бұны тарелкамызға салып суытатын боламыз. Енді қамырына кірісеміз. Қамырына бізде бөлме температурасында тұрған 180 грамм сармайымыз керек болады. Сапалысын таңдасаңыздар, печеньеларыңыз тәтті болып шығады. Мендегі 82,5. Сосын бір жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Майдаланған осындай сахарный пудрасын саламыз 50 грамм. Сосын 2 ас қасық қаймақ саласыздар, немесе тәтті айранда болады. Лопатаның көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Алдын ала иленген ұнымызға 1 шай қасық толтырмай разрыхлителімізді салып, жарты ұнымызды саламыз. Лопатаның көмегімен қамырымызды араластырамыз. Ары қарай қалған жарты ұнымызды салып, қолдың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымыз бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Мінекей видеодағыдай көрсетілгенде осындай жұмсақ, қолға жабыспайды. Бұны пакетке салып, 20 минутқа холодильникке қоямыз. 20 минут өткен соң осында кішкене ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа қылып жаятын боламыз. Менде осында кесені қолдандым. Осында форма жасап аламыз, топ-томалақ қып. Қалған қамырларымызды тастамаймыз, бұны да қолданатын боламыз. Барлығын алып, бастарын біріктіріп, осы топ-томалақ қоямыз, тынып тұрады. Енді начинкамызды саламыз. Видеодағыдай көрсетілгендей домалақ қамырымызды 4-ке бөлеміз де начинкамызды салып, осында қамырын үстін жауып, шет-шеттерін басып қоямыз. Сосын пышақтың көмегімен видеода көрсетілгендей жасап шығасыздар. Келесі шаш өргенде өріп шығамыз. Мінекей уже дайын болды. Осының шет-шеттерін кішкене басып қоясыздар біріктіріп. Тағы да көрсетейін. Осының қамырымызды алдын ала видеодағыдай дайындап аласыздар. Начинкамызды салып, қамырымызды жабамыз. Осы шеттерін басып қоямыз. Сосын шаш өргендей тағы да өреміз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20-25 минутта піседі. Тез піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балдарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Осымен біздің печеньеміз дайын болды. Дастарханға ұсынардан алдын осыны сахарный пудрамызды сеуіп ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер.